Ассалаумағалейкум. Өлгенін жармен жоқтаған, тірісі сөзге тоқтаған дана халықтың ұрпағымыз ғой, Аллаға шүкір. Айтайын дегенім, үйге қайтайын дегенім деген екен бір. Айтайын дегенім, кеше ғана мынау Тұрар Рысқұлов ауылына барып, құдамыз бар еді сол жерде. Тойға шақырғасын тойға барып қайттық. Сол тойда өткен бір оқиғаны айтып берейін. Той құда баланың үйіндегі келін босанған құдағи, кішкентай құдағиымыз, соның бесікке салу тойы болды. Бұрын бесікке салу той дегеніміз 5-6 апамыздың қатысуыменен өтеді де кететін нәрсе еді. Ал қазіргі таңда кішігірім тойханада бір салтанатты түрде ер адамдардың қатысуыменен бір кішігірім той болып өтетін той болды. Сондай тойға бардық бізде. Барғаннан кейін тойдың төріне құдаларын дастарханына жайғастық. Құда деген білесіздер өзі ең төртке отырады. Сол тойда дәм тұздан татып ішіп жеп отырғанда тілек тізгіні бізге кеп қалды. Бізді жаңағы құда баланың нағашы әпкелерімен, жаңағы құдағиымыздың әпкелеріменен, бауырларымен қосып берді. Бірінші анам сөйледі, құдағидан бастайық деп. Екінші, енді мен әкемнің орнына тұрған адам болып тұрмын ғой енді. Әкем осыдан 17 жыл бұрын қайтыс болып кеткен енді. Мен де бір бас құда болып тұрмын. Анамнан кейін мен сөйледім тілекті. Тілек айтып болғаннан кейін сол жерде құдағиымыздың әпкесі басқа кісілер сөйлеп жатқан кезде артымнан келіп, құда бала, мен сені танымаппын, ренжіме деп бетімнен сүйіп амандасып, арқамнан қағып бір ыстық ілтипатын білдірді. Содан не керек, бәрі тілек айтып болғаннан кейін орнымызға отырдық. Сөйтсем әлгі кісі тағы қасыма келді. Сондай бір жүзі жылы, сондай бір әдемілікке жаны құмар, ақ көңілді, бір бала көңілді, дарқан пейілді, бір өте бір керемет жан екен. Сол кісі менің қасыма келіп, құда бала, мен саған арнайы келдім, сен жаңағы тілегің маған өте қатты ұнады айтқан, осындай сөздерді қаяқтан үйренесің сен? Жоқ, әлде анаңа ұқсағандықтан осылай сөйлейсің ба дейді. Енді менің анама тоқтала кететін болсақ, анам 40 жыл кітапханашы болып істеген, талай кітапты тауысқан, талай кісіні сөзбен тоқтататын кісі да. Соған құсағаннан кейін осылай ұқсағаннан кейін жақсы сөйлейсің ба дейді. Мүмкін ол жағы да бар дедім. Бірақ екінші жағынан мен осы әдемі сөйлеуді жақсы көретін, әдемі сөзге жаным құмар адаммын, қазақтың мақалына, мәтеліне. Сол үшін өзім арнайы канал ашқанмын. Сол жерде өзімнің ойымды салып отырамын, жақсы сөздерді салып отырамын дедім. Өзім соған құмар болғандықтан осылай сөйлейтін шығармын дедім. Жаңағысы сұрап жатқаннан кейін. Не керек, ана кісі, онда сол каналыңды маған бер, мен де тіркелеймін, мен сол каналыңнан сенің нелеріңді көріп отырайын, маған сондай бір керемет ұнады деп маған ыстық ықыласын білдірді. Жаңағы айтады ғой, атқа ердің батқанын иесі емес ат білер. Ер жігіттің қадірін жақыны емес жат білер дейді. Бір жат кісі бір сондай ілтипат білдіріп жатқанға қуанады екенсің. Енді сол қуанышымен бөлісейін деп жатырмын. Мен тойда енді қандай тілек айттым, соған келейік. Той, өздеріңіз білесіздер, бесік той. Соған қатыстырып тілек айтайын дедім. Бұрын соңында бесік тойда тілек айтқаным есімде жоқ, бірақ енді бұл жолы тілегім мынандай болды. Так, былай бастадым. Ассалаумағалейкум. Құлақ естігенді көз көреді деген. Бірнеше күн бұрын осы бір қуанышты жаңалықты естіген болатынбыз. Міне бүгін көзіміз көріп, қуанышты бөлісуге келіп отырмыз құда. Қуанышты бөліссе көбейеді, қайғыны бөліссе азаяды деген құда, қуанышыңыз қуанышқа ұласа берсін. Айтады ғой, қыз қылығымен сүйкімді деген. Мына қыз немере келді, бұл қыз немереңіз ұлдан көріп отқан бірінші немереңіз. Бұл өте ерекше тәтті болады деген, немереңіз иманды болып бой жете берсін. Ұлды болсаң үлгілі менен, қызды болсаң қылықты менен жолдас бол деген, қыздарыңыз қылықты болып бой жетсін. Атақ Абайдікі болғанмен, абыройдың бәрі Құнанбайдікі деген, Абайды ұлт тәрбиелеген. Мына немере сіздердікі дедім. Сондай бір елге, елім дейтін, жерім дейтін, жаңағы саналы азаматша қылып тәрбиелей беріңіздер. Енді құда балаға айтарым. Құда бала деп құда балаға шақыртып алып, құда бала, құдеге, Алла мейірімі түскен үйге қыз береді деген, міне шаңырағыңа қыз келіп жатыр екен. Сен негізі бақыттысың,
біле білсең, әкең де шешең де бар. Сен негізі байсың, денсаулығың да бар. Бақыт бағалағанның басында, қадірлегеннің қасында деген осы кісілерді бағала, қадірле. Тағы қазақта әдемі сөз бар: әкеңді төрлет, анаңды тербет, балаңды терлет деген. Әкеңді төрлетіп құрметтесең, анаңды еркелетіп, арқасынан қағып құрметтесең, балаңды жаңағы терлетіп өнерге баулысаң, сенен жақсы адам, сенен бақытты адам болмайды. Осыларды бағалап, құрметтеп, осындай қуанышта қауышып жүре берейік деп тілек білдірдім. Сондағы айтқан тілегім осы болатын. Егер де менің тілегім сіздерге де ұнаған болатын болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі түсірілімде мен 2 жастың тойына арналған тілекті айтатын боламын.